Көкек анамды кешірмеймін. Авторы Жазира Төлешова. Оқыған Шынар Аманжолқызы. 2 бөлім. Бар балалы шағым жеңгеме қызмет етумен өтіпті. Оның жанымда тілгілеген улы сөздері мен қорлығы, мазағы өмірде тұлға ретінде қалыптасуыма кері әсерін тигізді. Өзге балалар секілді бала болып алаңсыз ойнай алмадым. Күн ыстықта ел қатарлы тал түсте не түнде ұйқымды қандырып бір ұйықтамаппын. Жеңгем қай уақытта ұйықтап демалады, мен де сол кезде демалады екенмін. Қазір есіме түссе кеудемде қатты ашу ыза кернейді. Мектепте бітірген соң ел қатарлы оқуға түсірмеді. Өкпе ауруларын емдейтін ауруханаға еден жуушы техничка болып жұмысқа кірдім. Ол жерде жұмысы жеңіл болмады. Қолыма көз жаралар шығып кетіп, қыс уақытында жұмыстан шығып, үйде жүріп ем алдым. Осы кезде көшілеріміздің үйіне бір туысқан жігіт келіп кетіп жүретін. Сол үйдегі сыныптас құрбым мені кешке қарай жай сөйлесуге және сол жігітпен таныстыруға шақырды. Мен ойымда ештеңе жоқ. Дарбазаның алдына жай сөйлесіп қайтуға шыққаным сол еді. Сыныптасымның жаңағы туысы екі жігіт болып мені күштеп көтеріп алып, көлікке отырғызып алып кетті. Мен бақытты көршімнің үйіне келіп кетіп жүргенінде 2 рет қана көрген болатынмын. Содан Шымкент қаласының маңындағы Арыс өлкесінен бірақ шықтым. Көлік қатты сигнал беріп, бір үлкен үйдің алдына келіп тоқтады. Осы кезде қолдарында ақ жаулықтары бар апалар қуанып жүгіре шығып, көліктен түсіріп алып, менің қарсыласқаныма қарамай киелі ақ орамалды басыма жапты. Бастапқыда келісімсіз алып қашқандарына ашуланып көнбегеніммен, кейін амал жоқ. Тағдырыма мойынсындым. Мен келін болып келген жерім Арыстың арғы жағындағы ауылдық жер екен. Содан анама хабаршылар жібергенде анам, қызымды қайтып алып келіңдер, ол тым жас әлі деп ашуланып көндікпепті. Кейін анам мен сұр жылан жеңгем, ағам үшеуі артынан қуғыншы болып келді. Сол жерде де анам менің келген жерімді ұнатпай алып кетемін деп еді. Үлкен кісілер араға түсіп, бірінші бағы ғой, қайтып кеткен қыз демесін. Ұлымыз ұнатып жүр екен. Қызыңызға өз қызымыздай қараймыз деген соң анам көніп, мені сонда қалдырып кетті. Келін болып түскен жерімде ата-енем және жолдасымның 2 ағасы отбасылармен үйде 3 келін болып тұрып жаттық. Үлкен қайынбекем тұрмыста, көрші ауылда тұратын. Бағыма орай келген жерім жайлы жақсы еді. Жолдасы менен 6 жас үлкен, мені қатты жақсы көретін. Абысындарым мен қарым қатынасымыз жақсы. Бір шаңырақтың астында тәтті тұрып жаттық. Алғаш рет менің туған күнімді осы үйде дастархан жасап отбасымызбен атап өтпек болдық. Сол жерде қонаққа келген қайынбекем екеуміз оқшауланып қалғанымызда маған қарап ақырын ғана: "Сәулеш, ата-анаң сені асырап алған екен ғой, сен мұны білуші ме едің? Артынан қуғыншылар келгенде жеңгең солай деп еді" дегенде лезде жүрегімді мұң шалып, басым салбырап, оған ештеңе дей алмадым. Жеңгемді білемін ғой, менің бақытты болғанымды құп көрмейді ғой ол. Тұрмысқа шығып, тыныштықта өмір сүрем бе дегенімде, оны бұл жаққа неге айтып кетті екен деп ішім күйіп, өзегім өртенді. Сонда да сыр бермей келген жерімде жақсы келін атануға тырыстым. Бала күнімнен үй шаруасына жегілгендіктен әбден піскен болатынмын. Бұл үйдің шаруасын бірден дөңгелетіп алып кеттім. Үйдегілер жас та болсам, қолымнан барлығы келетініне таңданып, мені өз қыздарындай бауырларына басты. Өз үйімде көрмеген жылуды ата-енеммен күйеуімнен, осы үйдегі жандардан көрдім. Алайда бұл бақытым ұзаққа созылмады. Арада 6 айдай уақыт өткен соң анам мен ағам келді. Анам: "Қызымды бөлек шығарыңдар, маған жақын тұруы керек. Оны жиі көріп тұрмасам болмайды. Мына жер бізге ұзақ. Қызымды сағынып жүрмін" деп менің қарсыласқаныма қарамай жылатып үйге алып кетті. Енем мен жолдасым
және абысындарым соңымнан бірнеше рет келді. Алайда анам мені үйленіп қалған жеріме, бақытты отбасыма жібермей қойды. Сөйтіп, баяғы өміріме қайта оралдым. Анам ажыратып алып келгенмен мен жеңгеме байдан қайтқан қыз болдым. Мен тұрмысқа шығып кеткен соң, анам жалғызсырап, үй тіршілігін жалғыз өзі атқарып шаршады-ау деймін. Осы кезде қадірім өткен секілді. Келген соң арада бір шама уақыт өткенде аяғымның ауыр екенін білдім. Анам мен жеңгем маған: ажырасып кеткен соң баланы қайтесің? Болашағыңды ойла. Баланы алдырып тастаймыз деп мені ертіп алып, аурухананы жағалап, анализ тапсырып, жасанды түсік жасайтын әйелдер дәрігерлерін іздестірді. Алайда мен іштегі шаранамды өз қолыммен өлтіре алмаймын деп, жасанды түсік жасатуға қарсы болып, анам ертіп барған ауруханадан қашып кеттім. Осылай жүргенімізде іштегі бала да өсіп кетті. Соңғы рет анам мен жеңгем мені сүйрелеп ауруханаға апарғанда әйелдер дәрігері жеңгеме қарап: Құдайдан қорықпайсыңдар ма? Қандай адамсыңдар? Іштегі шаранаға жан біткен ғой. Бұл қызды тіркеуге аламыз. Іштегі баланы тексеруіміз керек деп анализ тапсыртып тіркеуге алды. Сөйтіп, ана болатыныма қуанып, межелі уақытым келгенде шекесі торсықтай ұл босандым. Басымнан қаншама жағдай өткенмен, осы балапаным менің өмірімнің мәні еді. Ана атанып, сәбилі болғаныма қатты қуандым. Бірақ перзентханадан шығып үйге келген соң ешқайсысы менің қуанышымда бөліспеді. Керісінше, анам: сен баланы қайтесің? Әлі жассың ғой, оқуға түсесің, бағың ашылып тұрмысқа шығасың. Баланы менің сіңіліме бере сал. Өз баласы жоқ қой, сенің балаңды өз баласындай бауырына басып жақсы қарайды дейді. Осы кезде қатты ашуланып кеттім де анама қарап: апа, не деп отырсыз? Ол зат емес қой, біреуге бере салатын. Мені ажыратып, баламды әкесіз қылған сіздер. Болмаса, мен сол отбасыда бақытты едім. Сіздер әкетіп қалмағанда балам толыққанды отбасында өсетін еді. Оқытатын болсаңыздар, мектеп бітіргенде неге оқуға түсірмедіңіздер? Күйеуге шығасың дейсіз, онда неге сол күйеуімнен ажыратып алдыңыздар? Мен өзімнің көкек анам секілді баламды біреуге беріп бақытсыз қылмаймын, өзім бағып өсіремін деп ызаға булығып, айқайлап жылап, баламды ешкімге бермей қойдым. Содан анамдар үндемеді. Түн ұйқымды төрт бөліп, балама өзім қарадым. Маған ешкім қараспады. Осы кездері қатты күйзелдім. Анам мен жеңгем іштей ыза болғаныммен, өзім де тым жуаспын ғой. Кезінде осылай ажыраспаймын деп табандылық танытып, өз дегенімде тұруым керек еді. Енді өкінгенмен не пайда? Содан балам іші ауырып, түнімен ұйықтамайды. Анам естіп жатса да, түк естімегендей ұйықтай береді. Бесік тербелмей қалса, балам жылай бастайды. Содан бір кезде ағам сөйлене бастайды. Ұйқы бермейді ғой ана балаң, қарасайшы деп зекитін. Бесіктен шешіп алайын десем, мына жақта анам ұрсады. Неге шешіп алдың? Бар жерді сүйіп түшіп тастайды. Оны қолға үйретпе дейді. Балам жеңгемнің балаларының қалған бесікке жатып, солардың балаларын киімдерін киіп өсіп жатты. Анам ақшасының барлығын жеңгеме беретін еді. Мен бір тиынде ұстамайтынмын. Осылай уақыт зымырап өтіп жатты. Балам аяғы шығып жүре бастады. Осы кездері ғана анамның балама мейірімі түсіп, жақын тарта бастады. Алайда мен барлығынан көңілім қалған еді. Барар жерім мен басар тауым болмаған соң амал жоқ. Солардың сөздеріне шыдап жүре бердім. Балам үшін өмір сүріп, сол маған ұқсап, ешкімнің түрткілегенін көрмесін деп күйеуге де шықпаймын деген болатынмын. Балам өскен соң анам мен жеңгем маған: баланы бізге таста да өзің күйеуге ти дейді. Олардың сөз ұқпайтынын ескере келе үндемей құтыла салатын едім. Менің үнсіздігіме жеңгем ыза болып: неге күйеуге тимейсің? Апам кетсе осы үйге ие боламы деп жүрсің ба? Деп маған тиісетінді шығарды. Қорқақты ұра берсең батыр болады дегендей, мен де үндемеуден шаршап жеңгеме сөз қайтарып ұрсатын болдым. Ағам армиядан келген соң анам оны Ташкентке оқуға түсіріп, полиция бөлімшесіне жұмысқа тұрғызды.
Содан біраз уақыт жұмыс істеген соң үкіметке анам жарты ақшасын төлеп үй алып берді. Сондай-ақ ауылдан үй жақтан жер алып, анам ағамдарға 7 бөлмелі үлкен үйде салдыртып берді. Ағама жеңіл көлікте мінгізіп қойды. Анам ағам үшін барлығын істеп, бар жағдайын жасап берді. Сөйтіп, ағам мен жеңгем 2 баласымен Ташкентке тұра бастады. Қалған 3 баласы бізбен бірге ауылда қалды. Жеңгем 2 ортада келіп кетіп жүретін. Жеңгем жоқта еркін тыныстайтынмын. Дегенмен үйге келген сайын өзінше болып, өйтпепсің, бүйтпепсің, балаңды төсекке жібертіп қойыпсың, бір балаңа қарай алмай не істеп жүрсің? Шешең секілді көшеде жәләп болып жүрдің бе деп тырнақ астынан кіріздеп ұрыс шығарып, ауыр сөздер айтатын. Ол келіп кеткен сайын мені осылай жылатып, өзі соған масаттанатын. Менің көшеге шығуға уақытында жоқ еді. Дарбазаның алдында бидай, жүгері көже сататынбыз. Таң атқаннан еңбектеніп, кеш бата баламның жанында сүргіле құлап ұйқыға жататынмын. Өз өмірім ешқашан болған емес еді. Күйеуім баласын іздеп келмеді. Анам мен ағам алды артыма қаратпай, бізбен бірге кетесің, болмаса сендей қызым жоқ деп, қарсыласқаныма қарамай ажыратып алып кеткен еді. Қазір есіме түссе, сол кездегі ынжықтығыма әлі күнге дейін ыза боламын. Өкініште өзегім өртенеді. Енем де, жолдасым да артымнан бірнеше рет келді. Алайда анам жібермей қойған болатын. Сонда енем: Сәулеш, ертеңгі күні өкініп қалма. Өз болашағың өз қолыңда ғой. Бұдан кейін келмейміз. Ертеңгі күні босанған соң келетін болсаң, ол кезде сені қабылдай алмаймыз. Қазір бізбен бірге жүрмесең, ұлымды үйлендіремін. Кейін кеш болады деп оларға деген ешқандай шағым, ештеңе, таласым жоқ деген қолхат жаздыртып алып, сол кеткенен мол кетті. Сөйтіп, қайта баяғы күйіме түсіп, жеңгеме жегіліп қала берген едім. Осылай жүргенде ағамды Астанаға досы жұмысқа шақыртып, Ташкенттен жұмыстан шығып, сонда кетпек болғанда жеңгем Астанаға бармаймын деп бармай қалды. Анам балаларының болашағын ойлаңдар, барып екеуіңде жұмыс істеңдер деп еді. Санасыз ақымақ жеңгем қарсыласып, бұл мүмкіндіктен айырылып қалды. Сөйтіп, ауылдағы жаңа үлкен үйге қолдағының барын беріп бөлек шығардық. Жеңгем сонда да көзі тоймай, анам екеуміз отырған қараң шаңырақты да алғысы келіп еді. Анам: бұл үй қызымдікі. Әкесі осы қызға аманат етіп кеткен деп бермей қойды. Мен жеңгемдер кеткен соң үйді ақтап, сылап, тазалап, реттеп алдым. Жеңгем кеткен соң жаным тынышталып қалды. Анам да оның әңгүдік толы мінезінен әбден мезі болған еді. Сұры жылан жеңгемнен құтылғанына іштей Құдайға шүкір дедім. Жалғасы бар.